Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз орам жапырақтан ең дәмді калпсы дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен капустаның жапырақтарынан тез ажыратылу үшін айналдыра дөңгелектеп осылай кесіп аламыз. Енді осы жағымен төменге қаратып, қайнап тұрған суға саламыз. Осылай бірнеше минут қайнатамыз. Одан кейін капустаны айналдырып алып, вилканың көмегімен жапырақтарын ашып ажыратамыз. Ішіндегі капустаны бөлек алып қоямыз да, жаңағы ажыраған жапырақтарын тағы 1-2 минут қайнатып аламыз. Капустаны тағы төмен қаратып салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін тағы да жапырақтарын ажыратамыз. Капустаны бөлек алып, ажыраған жапырақтарын тағы 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Осылай әрі қарай қалған капустаны пісіріп аламыз. Келесі кезек күрішті мұздай сумен қайта-қайта жуып аламыз. Ыстық қайнаған суға тұз қосып, күрішті салып 3-4 минуттай қайнатамыз. Одан кейін қақпағын жауып, бірнеше минутқа суытып қоямыз. Одан кейін күрішті ситадан өткіземіз. Енді пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Ситадан өткен күрішімізді саламыз. Қуырылған пияздың жартысын саламыз. Тұз, бұрыш, сал бәрін араластырамыз. Қуырылған сәбізді де қосуға болады. Начинкамыз жұмсақ болу үшін кішкене су қосып жібереміз. Су қосқан соң начинкасы өте дәмді жұмсақ болады. Қалған қуырылған пиязымызға үкіштен өткен сәбізімізді саламыз. Оның үстіне ситадан өткізген 1 шай қасық ұнды себелеп қосамыз. Одан кейін 2 ас қасық томат пастасын қосып, және де қайнап тұрған ыстық су құямыз. Қант, тұзын салып, бірнеше минут жай отта қайнатамыз. Жапырақтарын осындай қатты жерін алып тастаймыз. Әр жапырақтың ішіне дәл ортасына начинкасын салып, рулет сияқты ораймыз. Қазанымызға саламыз. Әр қатарына соусымызды құйып отырамыз. Енді осындай 10 үлкен, 7 кішкентайы шықты. Бәрін салғаннан кейін соусын құйып, кішкене су құйсаңыздар да болады. Газдың отының қайнағанша қаттыға қойып, қайнаған соң жай отта 45 минутқа қоямыз. Мінекей өте дәмді калпсымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, өзгелермен бөлісіп, каналыма жазылып кетіңіздер. Әр аптаның 3 күнінде жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.